Барлығыңа сәлем достар. Бүгін біз сіздермен бірге Алайт программасымен қалай видеоның качествосын жақсартамыз, осы жайлы видео түсіретін боламыз. Яғни сіздерге туториал түсіреміз. Ендеше бастайық. Бізге осы эффекттер қажет болады. Біз қазір осы видеоның качествосын жақсартатын боламыз. Ең алдымен Алайт программасына кіріп аламыз. Одан кейін мына плюс батырмасын басамыз. Кейін сіз проекті баспастан бұрын качествосын жақсартып, черный фон таңдап, өзіңіздің видеоның кескінін таңдайсыз. Одан кейін кіреміз. Кейіннен плюс батырмасын басып, медиа деген жерге кіріп, не таңдаймыз? Видео. Мен байқамаймын, мынаны қазір басып жібердім. Плюсты басамыз, медиаға кіреміз, дайындаған видеомызды басамыз. Кейін біз новый парақ істейміз. Парақ дегенде кәдімгі плюс батырмасын басамыз. Кейін міне осы төрт бұрышты парақты яғни қоямыз, и оның түсі маңызды емес біріншіде. Содан кейін біз копировать фон деген осы эффектті басамыз, оған ешқандай не қоймаймыз. Кейін тағы эффект қоямыз. Мен сіздерге басында көрсетіп кеткен эффекттер осылар. Кейін оны 410-ға қоямыз. Қойғаннан кейін осыған кіріп, біз разницаның үшіншісіне қоямыз. Ешқандай несін өзгертпейміз. Сосын добавить эффект дегенді басып, жаңағы үшінші эффектті қойып, оны -1/10-ға қоямыз. Қойғаннан кейін шығып, жаңа тағы парақ ашамыз. Бірақ бұл жолы бұл ақ түсті болу керек, түсін өзгертеміз. Кейін тағы нені басып, ең біріншісіне басамыз, одан кейін біздің эффектіміз дайын болады. Қысқартып, видеоның ұзақтығына сай эффекттарын жалғаймыз. Осымен біздің видеомыз, яғни качествомыз дайын, бірақ мен тағы қосымша бір эффект қосамын. Сіздер қоспасаңыздар да болады, бірақ мен қосамын. Егер қосам десеңіздер өз қалауларыңыз. Осы жерге кіріп, тағы бір эффектті таңдаймын, бірақ видеоның үстін басамыз. Содан кейін осыны азайтып, надан кішкене көбейтіп қоямыз, астынан болды. Все. Осымен мен видеом аяқталды. Арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Качество менде осындай шықты. Қазір результатын көрсетемін. Одан кейін оны айтпақшы сохранить етіп алу керекпіз. Содан кейін видеомыз дайын болады.